2001 жылдың 10 сәуірі. Таңертең Скоттсдейлдің оңтүстігінде бір үй өртке оранып жатты. Өрт сөндірушілер өртті сөндіргеннен соң қирандылар арасынан 3 адамның мәйітін тапты. Олар 38 жасар Мэри Фишер, 12 жасар Бритни және 10 жасар Бобби. Кейіннен сот медициналық топ сұмдық хабарды жеткізеді. 3 адам да жарылыстан немесе өрттен қаза таппаған. Олардың мойындары тілінген, оған қоса Мэридің желке тұсынан қарудың оғы табылды. Құқық қорғау органдары бұл жай байқаусызда болған оқиға емес, қылмыс екенін бірден түсінді. Осы сәтте полицейлер үйдің тірегі, яғни әкесі Роберт Фишердің жоғалып кеткенін көреді. Ол қиындылар арасынан табылмады, және ешкім оның қайда кетуі мүмкін екенін түсінген жоқ. Алғаш болып детективтер Робертті Барадау деген жерлерден іздеді. Дәлірек айтқанда, оның жұмыс орнына. Майо клиникасында Роберт респираторлық терапевт болып жұмыс жасады. Сол күні таңертең ол клиникада болуы тиіс еді. Полицейлер болған жағдайдан оның хабары жоқ деп ойлады. Алайда Майодан дәрігер Фишер табылмады. Бұдан соң полицейлерде күдік пайда бола бастады. Алғаш болып детективтер бәлкім деген нұсқаларды қарастырғанды жөн көрген еді. Яғни, отбасы белгісіз бір жендеттің қолынан өліп, ал Робертті болса тұтқынға ұстап алды деген. Бірақ уақыт өте келе осындай факттар шығып, күдікті адам Фишердің өзіне айнала бастады. Ізкесуші топ Робертті іздеу жолында үлкен жұмыс жасады. Детективтер отбасының көршілерінен болған жағдай жайлы сұрастырып көреді. Көршісі болса, кешкісін Роберт пен Мэридің арасында конфликт орын алып, екеуі айқайласып ұрысқанын жеткізеді. Сол жердегі өрт сөндірушілер мен криминалды эксперттер оқиғаны суреттеп көруге тырысады. Сараптама нәтижесінде пешке жалғанған газ құбырының түтігі ажыратылғанын, соның арқасында үй газға толғанын көруімізге болады. Солай лампа немесе қыздырғыш нәрселер газбен араласып, жарылыс шығарады. Үйдің 80-90% қирап қалса да, үйде ештеңе болмаған бір нәрсе бар еді. Ол сейф. Ішінде қарудың бірнеше түрі мен өте көп олардың оқтары болды. Роберт жиі аңға шығып отырған екен. Сондықтан үйде бұндай қарулардың болғаны таңғаларлық емес. Аңшылық қарудан бөлек Роберттің жеке қаруы болыпты. Ол пистолет Берет және револьвер. Бір қызығы, осы екі қару үйдің ішінен табылмады. Кейіннен полиция Мэридің желкесінен осы қарумен оқ атылғанын анықтайды. Пистолеттерден бөлек үйден тағы бірдеңе жоғалып кетті. Ол Блу атты отбасылық ит. Сұр түсті Мэридің көлігі Toyota 4Runner үйдің маңайынан табылмады. Байқауымызша, Роберт әйелінің көлігін айдап, өзінің пикап Доджын тастап кеткен. Сол күні кешкісін полицейлер мұнаны анықтайды. Роберт банкоматтан ақша шешіп жатқан жерінен камераға түсіп қалған. Ол карточкадан $280 ғана алады. Бірақ оның шотында ақша бұдан көп еді. Лимит кедергі болғандықтан ба, жігіт тек осы ақшаны алып кетті. Бұл жағдай Фишер отбасын қарғаннан соң болды ма, немесе оған дейін болды ма, белгісіз. Детективтердің болжауынша, бұл уақытта оның отбасы көз жұмған тұғын. Осы сәт Роберт Фишердің түскен соңғы жазбасы болды. 13 сәуір полиция ресми түрде Роберт Фишерге отбасын өлтірді деген айыппен іздеу салады. Оның іздеу саламыз деген фотосуреттері бүкіл штатқа тарады. Бұл іске күдікті жалғыз адам, ол Роберт. Полиция Фишер түнімен ұйықтамай, осы қылмысты саналы түрде жасады деп санайды.
түнде газ құбырының түтігін ашып, үйді ақырын жұмыс жасайтын бомбаға айналдырған. Келесі бір апта өзгелерінен ерекше болды. Қаза болғандардың туыстары мен таныстары қоштасып қайғырып жатқанда, полицейлер бір сәт тыным таппай Робертті табуға әрекет жасайды. Алайда қанша тырысқандарымен жігіт жердің астына кіріп кеткендей ғайып болады. 20 ақпан сұмдық трагедиядан 10 күн өткеннен соң бір таңғаларлық жаңалық келіп түседі. Тонто ұлттық қорығынан бір турист әлденені байқап, полицияға хабарлайды. Вертолеттерін іске қосып, олар туристің жіберген мекенжайына барады. Жеткен кезде полицейлер шынында да таңырқап қалды. Роберт мініп кеткен көлік оның Скоттсдейлдегі үйінен 3 сағаттық жолдан табылды. Полиция транспорт бұл жерде 2-5 күн уақыт аралығында тұрған деп болжайды. Ең қызығы, Роберт жанына ертіп алған Блу атты ит те көліктің жанында жүрді. Ит өте қатты шөлдеген және үстіне жердегі тікендер кіріп қатты қиналған. Жақын маңнан Фишердің ізі көрінбейді. Кейіннен көлік криминалдық лабораторияға экспертизадан өту үшін жіберілді. Көлік гаражға кіре салысымен эксперттер өзінің жұмысына кірісіп, көлікті тексеруді бастайды. Алдыңғы 2 дөңгелегі жарылған, шеткі айналары жиналған, ал терезелері болса ашық. Фишердің жеке заттарынан тек оның бас киімі ғана табылды. Бұл бас киімді жігіт банкоматтан ақша шешіп жатқан кезде киген болатын. Негізінде өртенген үйдің ішінен Роберттің бірде-бір киімі табылмады. Демек, ол заттарын өзімен бірге алып кеткен. Эксперттер көлікті жіті қарап, транспорт өте таза екенін айтады. Олардың жалғыз ғана анықтай алғаны көлікте тұрған ыдыстағы саусақ іздері және бас киімнен алынатын ДНК. Зерттеу нәтижесі бойынша екі нәрсе де Роберт Фишерге тиесілі болып шығады. Бұл уақытта Тонто ұлттық қорығында қашқынды ұстау операциясы жүріп жатты. Оның артынан барлық құқық қорғау органдары жүгірді. Мүмкін деген транспорттарды қолданып, қорықтың аумағын толықтай бақылап шықса да, Роберттің бірде-бір ізі табылмады. Уақыт өте ауа райы жағдайды одан сайын ушықтырып жіберді. Қар мен жаңбыр іздеу операциясын ары қарай жалғастыруға мүмкіндік бермеді. Осылайша полициялар жұмысын тоқтатып, операция өз аяғына жетті. Роберт Фишердің бұндай сұмдық әрекетке баруына не жағдай түрткі болды? Бұл сұрақтың жауабын алу үшін біз оның өміріндегі кішігірім факттарға көз жүгіртіп өтсек. 15 жасында жігіттің ата-анасы ажырасып, ол ары қарай әкесінің қолында тәрбиеленеді. Достары мен туыстарының айтуынша, осы сәт Роберттің өміріне үлкен өзгерістер алып келді. 30-ға таяған уақытында Фишер, егерде жанымда анам болса, бәрі басқаша болар еді деп толғанады екен. Кейіннен Роберт Мэри Купермен танысады, яғни қазіргі өзінің әйелімен. Солай уақыт өте олар 2 баланың ата-анасы болды. Роберт әскери теңіз күштерінің ардагері еді және өрт сөндіруші болып жұмыс жасайтын. Үйдегі өртенген заттардың ішінен оның формасы табылған болатын. Бір күні ол белінен ауыр жарақат алып, амалсыздан жұмыстан шығуға мәжбүр болады. Солай Майо клиникасына респираторлық терапевт болып орналасады. Жаңа жұмысына Роберт жылдам үйренісіп кетті. Сонымен қатар жігіт саяхаттауға қатты қызығатын. Жабайы табиғатта өмір сүре алатын, аң аулау және балық аулау секілді қабілеттері де бар еді. Жағдай орын алмастан бірнеше ай бұрын Роберт әйелінің көзіне шөп салады. Және Мэри бұны біліп қояды. Қарым-қатынастары уақыт өткен сайын нашарлап, конфликт, ұрыс-керіс, айқай жиілеп кетеді.
Қарапайым отбасын жақсы көретін әке рөлінің артында қатыгез, бәрін өзі басқарғысы келетін эгоист жан тұрғанын кім білсін. Ол отбасындағы әр майда шүйдеге мән беріп, бюджет өзінің қолында болды. Мэри қаза болмастан бірнеше күн бұрын құрбысына Робертпен ажырасқысы келетінін айтыпты. Ол оның барлық нәрсені қадағалай беретінінен шаршаған. Мэри одан 2 баласын алып кеткісі келеді. Алайда Роберт балалық шағында осындай жағдай басынан өткеннен соң ажырасу мәселенің шешімі емес деп ойлайды. Фишер өз-өзіне ешқашан ажыраспаймын деп уәде берген. Яғни, менің басымнан өткен қиындық, балаларымның да басынан өткенін қаламаймын дейді. Роберттің жақын бір досы, оның отбасы жігіттің балалық шағындағы отбасыға өте ұқсас екенін айтады. Трагедия орын алатын түні Роберт пен Мэри қатты ұрысып қалған. Әрине, ұрыстың басты себебі ажырасу туралы әңгіме. Фишердің ойынша, балалар толық емес отбасыда өскенше, өлгендері артық. Бұл оқиғадан жалғыз тірі қалған тіршілік иесі Блу атты күшік. Жігіттің туыстары ол күшігін отбасынан артық жақсы көргенін айтады. Ол қылмысқа бармастан бірнеше күн бұрын күшігін алып, Тонто ұлттық қорығына аң немесе балық аулауға шығып кетеді. Байқауымызша, отбасылық мәселелерден шаршаған Роберт жанын осылай тыныштандырады. Барлығы тәтті ұйқыда жатқан уақытта жігіт жұмысын тындырады. Онымен қоймай иттің жалғыз өзін орманға байлап кетіп, аштан сол жерде өлуін қалаған екен. Ит те ешқайда кете алмай, жалғыз үміті иесінің келетініне сену болды. Роберт Фишер қайда жоғалып кетуі мүмкін? Және оның ары қарай тағдыры қалай болды? Сұрақ көп, жауап жоқ. Ол Тонто қорығын таңдауының себебі бұл жерді жігіт жақсы білген. Балық аулауға, аң аулауға немесе жай демалып кету үшін жиі келіп тұратын. Оқиғаның ары қарай жалғасуына деген біздің бірнеше болжамымыз бар. Алғашқысы, Фишер орманнан қалайда болсын шығып, ешкім білмейтін алыс жерге кетіп қалады. Немесе біреу оған осы үшін көмектеседі. Полицияға бір адам, мен орманнан Робертке ұқсас адамды көрдім деп қоңырау шалған екен. Екінші бір болжамымыз, жігіт қорықтың ішіндегі үңгірлердің біріне кіріп тығылып қалады. Ол алда қыс болатынын біліп, біраз уақыт осында бола тұрайын деуі мүмкін. Кейбір үңгірлердің ішінде су болады. Полицияның анықтауы бойынша, Роберт соңғы рет дәріханадан су тазартқыш таблетка сатып алған екен. Осылайша Фишер үңгірде көп шыдамай, өз-өзіне қол жұмсай салуы мүмкін. Полиция іздеу жұмыстарын ерте аяқтауының салдарынан оның денесі табылмаған. Алдағы біраз жылда осы Тонто қорығынан Робертті іздеп көреміз дегендердің саны біршама болды. Бірақ ешқайсысы да нәтиже көрсете алмады. Қорық өте үлкен болғандықтан және ішіндегі жүздеген үңгірді зерттеу қиын екендіктен Роберт Фишер табылмады. Бәлкім, ол мүлде басқа жерде шығар. Кім білсін? Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Роберт Фишер қайда жоғалып кетуі мүмкін? Комментке өз ойларыңызды бөліссеңіздер болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.